Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шавелевый суп немесе зеленый борщ деп жатады. Осы жеңіл сорпаның жасалу жолын көрсететін боламын. Арнама қош келдіңіздер. Қазанымызға тауықтың етін осылай салқын суға салып, баяу отта қайнатып алдым. Ет піскеннен кейін таза ыдысқа салып, судың үстіне қайнатылған аздап су қосамыз. Сорпа қайнағаннан кейін үстіне 3 кішілеу картопты ашып, осылай турап саламыз. Табамызға өсімдік майын құйып, бір пиязбен осылай сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Сорпаға татымына қарай тұз қосамыз. Зажаркамыз осылай қуырылып болғаннан кейін сорпамыздың үстіне қосамыз. Сорпамызға бір пучок шавелді осылай ұсақтап турап аламыз да үстіне қосамыз. Кішкене араластырып, татымына қарай тұз, қарабұрыш қоссаңыздар болады. Бес жұмыртқаны алып, осылай пиалада шанышқының көмегімен езгіштеп алып, аздап құйып, шанышқымен араластыра отырып, сорпамызға қосамыз. Ең соңында етімізді саламыз, сорпамызды көп қайнатпаймыз. Осымен біздің шавелевый супымыз дайын болды. Дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет, өте дәмді болып шығатын сорпалардың түрі. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.